Oldu? Салам алейкум достор. 2019 жылдан баштап Жалал областық прокуратурасына қарашты Сузақ және Жалал шарын прокуратуралары Жалал шарындағы көп қабатты үйлер салып жатқан жеке ішкерлерді сотқа беру іштерін баштаған. Біз бір қанша жол прокуратура қайрылдық. Ол қылғанар мыйзамсыз, прокуратура органдары жеке ішкерлерді сотқа бере албайды. Егер алар өзінің жеке меншік жерінде құрылыштар жүргізіп жатса десек, унабай сотқа берерді. Мен башқы мақсат барыс білгенде еле ішкерлердің ақша сындыру. Ішкерлер ақша бербеді, кейін қайра сотқа берерді. Бирок біз прокуратураның өзінің 2019 жылы салынған имараттың документтерін чуклап шықсақ, 100% өзі мыйзамсыз екен. Біріншіден, 2010 жылдан баштап Жалал областық прокуратурасының имараты арестте тұрады екен. Генеральный прокуратура тарапынан қойылған екен. Ал арест албай тұрып, Жалал шаһардық архитектурасы, ИТУ деген инженер-технический условияларды, АПУ архитектурно-планировочный условияларды беріп ташаған, мемлекеттік экспертиза, рабочий проекттерді экспертиза өткізіп ташаған. Еш қылып мыйзамсыз қылған. Екіншісінден, бүгін күнге чейін экотех инспекция тарауынан Жалал областық прокуратурасының имаратына ввод в эксплуатацию деген нәрсе берілген емес. Бүгін күнге чейін бұл жердегі бұл имараттың ішінде іштеп жүрген адамдар мыйзамсыз іштеп жатады. Анткені бұл вводу жоқ. Үшіншіден, бұл жер аянты целевой назначение деп қойды. Бұл жердің бағыты производственный екен. Бұл жерге ишқана құруға мүмкін емес. Бұл жерде завод, фабрика, өндіріш зонасына келген үшін бұл жер өндіріш ишқаналарын құруш кереклі. Бірақ қарауға административный здание құрып болған, прокуратура зданиясы. Дағы ең чоң бұлардың мыйзам бұзушылығы, бұл прокуратура зданиясы Жалал шарындағы аэропорттың 2 километр зонасына тұрады. Аға қарабастан жарандық авиациядан мақұлдаш олған емес. Өзі ушунчалық мыйзамсыз құрып, беті жоқты қылып, бет тырмачылық қылып, жеке ішкерлері сотқа беріп атады. Прокуратура Қырғыз Республикасы Конституциясы бойынша бұл мемлекеттегі мыйзамдардың так атқарылышын тексеруші органы. Бирок өзі бір дағы мыйзамдарды сақтабай, құрылыш жатында, жеке құрылысшыларды сотқа беріп жатады. Президентке арыз жаздық, башқаларға жаздық, ешқандай толқы жоқ. Жөнлі арыздар біреудің айланып келе береді. Президент генеральный прокуратура жөнді, генеральный прокурор қайра облы прокуратура жөнді, біз облы прокуратураның үстінен жазылса, ошен төбелі ешқандай толық жоқ. Ошондықтан урматтуу Кыргыз Республикасы жарандары, достор, біз ошо проблеманы көтеріп шығалық дедік. Мінеки прокуратура жеке ішкерлері сотқа береді, бирок өзі 100% мыйзамсыз құрып, жана иштеп жатат азыр имаратында. Чоң рахмат.